болды енді мен Нұрс там Дамир олардан енді настройка алмайтын болдым. Короче, в общем, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бека достар. В общем, жігіттер, бүгінгі видеода мен сендерге қалай оттяжка беру керек екенін үйрететін боламын. Сендерге видеосы лайктарыңды басып ана тіркеліп отырсаңдар жігіттер. Короче, енді сендер осы видеодағы бала сияқты ойнағыларың келсе, оттяжкаларың осылай ұшқанын қаласаңдар, осы видеоны до конца көріңдер. Бұл видео достар мен айфонға ғана настройка беретін боламын. Короче, осы видеоға енді барынша актив көрсеңдер, мен андроидтарға Samsung, Redmi, Xiaomi деген телефондарға да настройка шығаратын боламын. В общем, барынша поддержка, барынша қолдау күтемін. Короче, ондай болса кеттік біз видеоға. Давайте, let's go. Және достар, осы айдың соңында короче, жазға дейін жігіттер, біздің цель, в общем, 5000 подписчикқа дейін жету керекпіз. Хотя 5000 болмаса 2000, 3000 подписчикқа жетуіміз керекпіз ғой достар. В общем, давайте сол үшін маған барынша көмек қолдарыңызды созып, короче, арнаға тіркеліп лайктарын басып кетіңіздер достар. По-братски бар емес па? Ондай болса достар, біз видеоға кеттік. Let's go. Free Fire'да достар адамдар екіге бөлінеді. Біреуі оттяжка беріп чисто СНС ойнайтын болса, ал екіншісі чисто зажимать етіп ойнайтын болады. Бұл біздің ең бірінші типтегі игрок достар. Короче, осылай енді мен сияқты қалай оттяжка бергілерің келсе жігіттер. В общем, давайте арнаға тіркеліп лайктардың басыңдар. Короче, осы видеоға барынша актив көрсетіп тастаңдар. Осы видеоға хоть 50-100 лайк жиналса бар емес па достар, мен Android телефонынан настройка шығаратын боламын. Короче, достар, осылай оттяжка берудің бергілерің келсе, короче, енді ол істейтін барлығы оңай жігіттер. Короче, чувствительность там мынау, короче, барлығын қазір осы видеода көрсететін боламын. Короче, енді оттяжкаларыңыз осылай керемет ұшатын болады. Енді на пальчик киіп алсаңдар, короче, вообще 5 ұшатын болады. Енді мен бүгінгі ең бірінші ойным десе де болады. Короче, қазір мен сендерге даже тіпті ультиматумнан 2-3 катка ойнап көрсететін боламын оттяжкамды қалай ұшатынын. Короче, жігіттер ше. Так, короче, достар, олай оттяжка беру үшін, в общем, чувствительностьқа кіресіңдер, обзор барлығын 200-ге қоясың. Сосын достар, VPS деген бар, высокий FPS деп тұра, соны высокийға қоясыңдар. Короче, бұл қатты влиять етеді Free Fire'ға ойынға оттяжка беруге. Және достар, екінші очередімізде, короче, бізде мынау кнопка бар емес па? Кнопканы 43 пен 47-нің арасына қоясыңдар да, міне адам тұр ғой, короче, көк түсіші, сонымен до конца мынау аптека жейтін біздің қыпымыз тұр, соған турайына әкеп қоятын боламыз. Короче, және де мынау прозрачностьті, короче, барынша 88-ге ойындар жігіттер. 80 мен 90-ның арасына ойсаңдар, бұл тоже влиять етеді жігіттер. Көріңдер ма оттяжкам қалайша. Және достар, Free Fire оттяжка беретін кезде жігіттер, вот осындай төменнен аласыңдар ғой, мына видеодағыдай көріп тұрсыңдар ғой. Короче, міне төменге әкелесіңдер да Free Fire'ны, ендеше кнопканы прицел төменге әкелесіңдер, басына қадап тастайсыңдар ғой. Короче, міне тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Енді осылай барасыңдар да, оттяжка спокойно кетіп жатыр жігіттер. Және достар, біз кнопкамыз кейбіреулер ортасына апарады, өтірік көтереді, болды бір одной сен оттяжкаң ұшпайды, өтірік анау дейді. Олай емес жігіттер. Кнопкаларыңды жігіттер аспанға дейін до конца көтеріңдер, бар емес пе? Қараңыздар, көрдіңдер ма? Кнопкаларыңды до конца көтерсеңдер аспанға дейін. Сол кезде оттяжкаларың әдемі ұшатын болады жігіттер. Тағы да айта кететін жағдай, короче, вот кнопканы көріп тұрсыңдар ғой да, айналдырып атыңдар, еман жігіттер, осылай айтсаңдар, прям оттяжкаларың I1 ұшады жігіттер. Отвечаю бар емес пе ше, перелет болып қалады енді андасаңда. Короче, кнопкаға қараңдар, сен осылай айналдырып атсаңдар, осылай айналдырып атқан кезде, короче, оттяжкаларың прям I1 болып ұшады ғой жігіттер ше. Енді, короче, вот көрдіңдер ма жігіттер, онда кнопкаларында айналдырып аттасыңдар ғой. Короче, ондай болса енді біз кеттік онда неге ультиматумға кіріп, енді қалай оттяжкамның ұшатынын сендерге көрсетіп жіберейін. Давайте, let's go, не.
Так, достар, енді біздің видеомыз осымен аяқталды. Видео ұнаса лайктарын басып ана тіркеліп кетіңдер. Енді осы способты қолдан көріңдер. Мен айтқан жігіттер, осы видео давайте достар барынша актив көрсетіп тастасаңдар достар. Мен андроидқа, самсунгқа, там бүткіл телефондарға настройканың қалай ату керек екенін барлығын көрсететін боламын жігіттер. В общем, давайте арнаға тіркеліп поддержка беріп кетіңдер. В общем, енді всем давайте пока, чао дейсің ғой. Короче, давайте лайк басып ана тіркеліп кетіңдер. Және де біздің целіміз жігіттер, қалай ойлайсыңдар, орындай аламыз ба, хоть 2000 подписчикқа дейін жете аламыз ба екен осы айдың соңына дейін. Енді сендер енді барынша тіркеліп маған көмектессеңдер, әрине біз жете аламыз достар. В общем, всем давайте пока, короче, мен жаттым, ұйықтайын, барып шаршап кеттім.